Құрметті достар, менің сөз шебері сабағыма келетін оқушылардың көбісі сахна тілінің техникасымен қатар өзін-өзі дамытуға арналған бірқатар жаттығуларды да жасайды. Соның бірі нейрогимнастика. Нейрогимнастика деген өте керемет жаттығу. Егер біз миымыздың жұмысын арттыратын болсақ, біздің басқа да қабілеттеріміз ашылады. Сондықтан біздің нейрогимнастика жаттығуларымызға қосылыңыздар. Окей, Эмир. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бірден 20-ға дейін осылай тоқтамай жасап үйрену керек. Сонымен қоса тағы да қоян және түлкі деген жаттығуымыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осылай жаттығулар жасау арқылы сіздер мидың жұмысын жақсартасыздар. Миымыздың жұмысын жақсарта берсек, біз әрдайым сергек жүреміз. Сондықтан менің сабағыма келген балалар ешқашан шаршамайды, 2 сағат уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалады. Сонымен қоса тағы да басқа жаттығуларымыз мүйіз аяқ деп аталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осындай мидың жұмысын жақсартуға арналған жаттығуларымызды көптеп жасаймыз. Соның бірі тағы да былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Құрметті достар, осындай жаттығуларды қазір бос уақыттарыңызда жасай беріңіздер. Өздеріңізге пайдасынан басқа тиер зияны жоқ.